Неке достар, мен өзіме керекті жеріне дейін тоқып алдым. Енді ары қарай біз столбик с накидом тоқимыз. Бұл біздің өкшеміздің бағанағы тоқыған үстіңгі подъемы. Столбик с накидом тоқып, осы жерден бастап қарсы жағына дейін айналып шығамыз. Столбик с накидом полностью осы жерден бастап екінші жағына дейін, жаңа тоқып бастаған жерге дейін тоқып алып келеміз. Столбик с накидом. Бір столбик с накидом әрбір петляға тоқисыздар. Енді осы жерден бастап столбик без накида тоқимыз. Осы жерден бастаймыз да полностью айналып екінші қарсы бетіне келгенше столбик без накида тоқимыз. Арғы бетіне келген кезде, осыған қарама қарсы арғы бетіне келген кезде уже кішкене әдемілік беру үшін ирек салуымыз керек. Сол жерді көрсететін болам. Мінекей біз жеттік. Керекті жеріне дейін столбик без накида тоқып келдім. Осы жерге дейін. Енді осы жерден бастап әрі қарай осындай ирек тоқуымыз керек. Ирек тоққан кезде столбик с накидом аламыз. 4 столбик с накидом тоқимыз. 4 столбик с накидом тоқығаннан кейін 5-ші столбикті соединительный петля жасаймыз. 5-ші столбик бізде соединительный петля болады. Одан кейін тағы да 4 столбик с накидом тоқимыз. 4 столбик с накидом тоқыдық. Міне енді біз соединительный петля жасаймыз. Келесі петляға
жай ғана осылай өткізіп соединительный петля жасаймыз. Бізде бір ирегіміз пайда болды. Келесі петляға 4 столбик с накидан тоқимыз. Тағы да 5-ші петляға келген кезде 5-ші петляны соединительный петля жасаймыз. Одан кейін тағы да 4 столбик с накидан тоқимыз. Дәл солай ана жерге дейін, арғы жеріне дейін осы ряд аяқталғанға дейін ирег жасап шығамыз. Ол жалпы өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты, сіздер 5 столбик с накидан тоқуларыңызға да болады. 5 столбик с накидан тоқсаңыздар, бұл жалпақтау болып шығады. Мына иректеріңіз 3 столбик с накидан тоқсаңыз, ол иректеріңіз кішірек және көп болып шығады. Оны өз қалауларыңызға байланысты жасай бересіздер. Достар, осымен біздің сабақ аяқталады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Басқа да сабақтарымды көріп, аяқ киімдер, домашний тапочкалар тоқып үйреніңіздер. Тегін сабақ велюрмен және иран жіптен, шелковый жіптен тоқылған домашний тапочкаларға сабақтар бар. Мұқият қарап, өз қалауларыңызға тоқып үйреніңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салтанат Құрманқызы. Менімен болғандарыңызға рахмет.